деп қойларын қараңдар. Ешкілер тасқа шықты. Ана қарай ешкілерге жарасып кеткен олар. Бұл да ескілер сыртта тауықтың үстіне атамды. Осы тау құлайтпай ешкілер. Ағана бір нәрсені ұмытып. Таудың үстіне. Sürmeliydi o kazı getireceğim. Çarşıdan koş. Hasta gene kudalarına koyuyoruz. Ona bittiram. İki bu da. İki. Wow. Bunlar takısınlar. Yakıştı.
Әумейін деп көтердің жүрегімді, қайғысыз қамсыз қылсын жүрегімді. 18 мың әлемнің патшасы Алла берсін сұраған тілегімді. 2 жас бақытты болсын, Құдайым берсін жақсы. Амин, Аллаху Акбар. Баталарыңыз қабыл болсын, тілеген тілектеріңіз қабыл. көрікті сұлда сымбатты, Алматы жерінде айбатты, жетісу жерінде жайбатты. Саяжандай ару қыздарыңыздың бетін өздеріңіздің ұлдарыңыз дарқандай. Олай емес ағайындар. Бұл кісілерді де үлкен еңбек. Мен сол үшін бұл кісілерге мынау бүгінгі түскен 1000 теңгеден сіздерге. Бола ма? Жарты сағат сәлем салдыңыздар, 1000 теңге таптыңыздар. Алыңыз. Ұстаңыз. Сіз де ұстаңыз. Енді жаңа сіздер келінмен бірге келін болып сәлем салып тұрғанда келіндеріңіз сізге сәлем салған жоқ арсыңдаңыз. Менің жаныма келіңіздер. Келіңіздер. Енді жас келін арнайлап сіздерге бір сәлем салсын, шал кеттік. Шабалардан қойыңыздар бәрекелді. Енді сіздер салыңыздар. Ақша салыңыздар деймін. Ақша салыңыздар, сіздер көріп салыңыздар. Сәлем салып жатыр сіздерге. Шақырып отырмын. Қазір келініңіздің бетін өзіңіз ашып, маңдайынан иіскеп, таңдайынан түгідіп жүрсеңіз болады. Ал, кеттік. Шапалақпен, қошеметпен демеп тұрайық. Рахмет. Ал енді енді қызбен жігіттеріңіз қойыңыздар. Мұна әжелеріміз біледі. Дегенмен ондай болмаса да бір жақсылық қарғысып көрейік. Ал кетіп. Маэстро музыка. Ай, тамаша.
қайдасыздар? Ей! Шақ! Сойлауын қырмызы гүлін тек саған да жиям. Шақ! Адырапты ақ бұлта жүрсе болсаң залға диям. Оған 1024-ті қосып, түбір астындағы 16-ны алып тастаған кезде нәтижесі неше болады? 0. Дұрыс емес. Жоқ, бетеші, рахмет. Әке, сіз мына жаққа тұрыңыз. О жаққа тұрыңыз. Сіз мына жаққа тұрыңыз. Қазір былай істейік. Сіз мына жақтан. Сіз мәке, сіз мына жақтан конфет жинап келесіз. Иә, конфет. Сіз мына жақтан тоже конфет жинап келесіз. Келістік қой. Кім көп конфет жинап келеді? Мен 1-2-3 деймін. Кім құда бала? Қой, аға. Сыбайлас жемқорлық деген осыны жоқ. Так, сіз мына жақтан, сіз мына жақтан. Дайынсыздар ғой? Кеттік. 1, 2, 3 кеттік ал. Саяжан қайда ғой? Ой, бұл. Салфетке кешін жібер жүрдің ома. Так. Қайсы? Жоқ, мәкеңдікі көбірек екен. Мақсаттікі көп, е? Бір қол соғып қойыңыздар, мақсаттікі көбірек. Так. Сіз нан алып келдіңіз ғой. Енді осыны кімнен алдыңыз? Соларға апарып сатыңыз. Нан оптын бересіз ба? Или штучный сатасыз ба? Өзіңіз білесіз. Мен деп ағамыздан сұрасаң түсіндіреді, қалай сату керек екен. Так, сіз мына жаққа апарып сатасыз. Келсіз? Қанша теңге? 1000 теңге бір. 1500 теңге бір қол соғып қойыңыз бар. Ақша санаған жақсы, көрем. 6000 теңге. Осы ақша санаған кезде елдің бәрі тыныш отыра қалады. Қанша екен? 7000, 9000, 10500 теңге. Кім келе қой? Сіңірім? Інжу? Келе қой. Жете ма? Бұл менің ерім тимей, қаным ішпей, ана хабар ойнайтын керек. Так, мына жақта 10 000. Как будто сендерге бір 10 000 теңге қарыз оламын соң. Жоқ, бәрі дұрыс па? Мәке сіз кіші. Қазір дұрыс деп, тойдың расчетын ұстап қауып жүрмей 10 000 теңге. Жоқ, қауып жүрмей. Бәрі тілек айтады, конверт қыстырады, бәрі тілек айтып, ойбай, мынау біздің шашуымыз, біздің неміз деп жатыр. Қарап отырсақ, тамада музыкант операторлар ғана құрылу деп тұр. Осыны біз ырымдап, Алла тағала келесі жылы шілдехана тойы болып, Алла тағала кішкентай нәрестелі болып нәсіп етсін. Біздің атымыздан сәл болса азлығы болса көпке көріңіздер. 10 000 теңге сый-сияпатыңыз бар. Соны тартып сауырыңыз. Кімге? Бұл дүние әйтеуір қимайды. Алып бет деп айтам екен десем. Арман тілектеріңізді тілеп. Екі тілім тіл біледі. Халық қол соқпаса соқпай қойсын, өзіміз ақыл жасап. Май, стоп. Рахмет. Мынау мұсылман адам қолына ұстап, қолына пышақ алып бір нәрсе бауыздайтынның алдында бісміллә дейді. Сосын бата сұрайды. Мен енді қойға бата бермесем де, торттың басына бір бата берейін. Бір қолдарыңыз жайыңыздар арқақтайындар. Екі жастың құрметіне тортқа бір бата беріп жүрейін. Жайыңыздар, әумин. Торт! Ей, торт! Сенде жазық жоқ, бізде азық жоқ, әумин. Ал енді екі жас, қол ұстасы өздеріңіз. Халық қол соқпаса соқпай қойыңыз, ақыры. Екі жас, ардақты ағайындар, ата-аналарына торт асатсын, соған баршамыз куә болайық. Енді Мәкеңнен сұрайыншы, Мәке, бірінші тортты атаңа асатасың ба, жоқ әлде енеңе асатасың ба? Ау,
атама дейді, бір қол соғып қояйық, атасына ауыз тигіземін дейді. Сізші, бірінші осындағы үлкен енеңізге асатасыз ба, жоқ әлде әкеңізге асатасыз ба? Әкеме дейді. Енең аузын жаппадың ба бірінші? Атаң кім ба? Ал кет, көрейік. Көрейік, бәрекелді. Атама ауыз тигіземін дейді. Қол соғайық ардақты ағайындар. Бәрекелді. Ал, осы қырап бері. Жоқ, қазір апаларға ауыз тигіземіз. Бірінші әкеңізге ауыз тигізіңіз. Бәрекелді. Қол соғайық. Бәрекелді. Бәрекелді. Ал енді ар жақтағы үлкен кісілерге бір ауыз тигізіңіздер. Сіздерге рахмет. Дастархан басынан орын алыңыздар. Рахмет. Тағы да жейсіз ба? Келіңіз. Саяжан келе ғой. Жейсіз. Ал, фотографтар түсіріп алыңыздар, жақсылап тұр.